Саламатсыздар ма оқушылар? Сіздермен математикалық сауаттылық қарастыратын тақырыбымыз сандар теориясы. Цифр дегеніміз сандарды белгілеу үшін қолданылатын белгілер. Бізде 0-ден 9-ға дейін 10 цифр бар, және осы 10 цифр арқылы біз сандарды құрастырамыз. Келесі кезек сандар жиыны. Сандар жиыны бізде рационал сандар, иррационал сандар, бүтін сандар, натурал сандардан тұрады. Ең бірінші натурал санға тоқталайық. Натурал сан деген бізде санауға қолданылатын сандар. Мысалы, біз адамдар санайтын болсақ, 1 адам, 2 адам, 3 адам деп санаймыз, яғни натурал сандар бізде 1-ден басталады. Және ол шексіз кете береді. Және натурал санда 0 саны жатпайды, осыны ескеру қажет. Және натурал санын біз n деген әріппен белгілейміз. Келесі бүтін сандар, ол бізде z әріпімен белгіленеді. Бүтін сандарға осы айтылған натурал сандардың барлығы жатады, және одан бөлек 0 бүтін жатады, және осы натурал сандарға қарама-қарсы сан, яғни теріс сандар жатады. Мысалы, астында келтіріліп тұр, -4, -3, -2, -1 деген сияқты, және 0 саны и 1, 2, 3, 4 деген сияқты натурал сандар жатқызамыз. Келесі рационал сандар. Рационал сандарды біз q әрпімен белгілейміз, және оған қандай сандар жатады? Рационал сандарға теріс сандар жатады, бөлшек сандар жатады, жай бөлшек болсын, ол бұрыс, дұрыс бөлшек болсын, барлығы рационал сандарға жатады. Және рационал санға 0 жатады, ондық бөлшектер жатады, аралас сандар жатады, және оң сандар осы рационал сандарды құрайды. Келесі иррационал сандар. Иррационал сандар бізде пи дейді. Пи бізде 3,14-ке тең. Негізінде бұл 14-тен кейін тағы да бірнеше сан бар. Бірақ біз есептерде жуықтап 3,14 деп аламыз. Пи саны иррационал сан болады, және түбір асты 2, немесе түбір асты 3 деген сияқты сандар бізде иррационал сандарға жатады. Түбір асты 2-ден мысалы есептейтін болсақ, 1,4 әрмен қарай ол 1,4 нақты шықпайды, әрмен қарай бірнеше сан бар. Осындай сандарды біз иррационал сандарға жатқызамыз. Осы айтылған сандардың бәрі бірігіп, нақты сандар жиынын құрайды. Келесі, жалпы сандар бізде сонымен қатар жұп және тақ болып бөлінеді. Жұп сан дегеніміз ол 2-ге бөлгенде қалдықсыз бөлінетін, яғни 2-ге бөлінетін сандар. Ондай сандар бізде 0, 2, 4, 6, 8 деген цифрмен аяқталатын сандар. Мысал келтіретін болсақ, 14,326 дейтін болсақ, соңғы цифра 6-мен аяқталып тұр. Бұл бізде 2-ге бөлінетін сан, яғни ол жұп сан. Келесі, мысалы, 198 десек, бұл бізде соңғы цифра 8, 8 2-ге бөлінеді, онда бұл бізде жұп сан. Дәл осылай сандарды мысалға келтіре берейік. Тағы қандай мысал келтірсек болады? 292 десек, мысалы, соңғы цифры 2, ол 2-ге бөлінетін сан, сол үшін 292 бізде жұп сан дейміз. Келесі, тақ сандар. 1, 3, 5, 7, 9 деген цифрлармен аяқталатын болса, санымыз, яғни 2-ге бөлгенде қалдықпен бөлінетін болса, ол сан бізде тақ сан деп аталады. Мысалы, 273, соңғы цифры 3, ол бізде тақ сан. Немесе 727, бізде соңғы цифры 7, ол бізде тақ сан. Дәл осылай мысалдар келтіре береміз. Келесі, жай және құрама сандар. Жай сан дегеніміз бірге және өзіне ғана бөлінетін сан дейді. Мысалы, бізде жай сан ескеруіміз керек 2-ден басталады. 1 жай санға жатпайды. 2 бізде жай сан, ең кіші жай сан 2. Осыны ұмытып қалмауымыз керек. 2-ні 2-ге бөлсек бөлінеді, және 2-ні 1-ге ғана бөле аламыз. Өзіне және 1-ге ғана бөлеміз, ол бізде жай сан. Келесі 3 бізде өзіне және 1-ге бөлінеді. Келесі 4-ті қараймыз. 4 өзіне бөлінеді, 1-ге бөлінеді, және ол 2-ге бөлінеді. Яғни бөлгіштер саны 2-ден көп болып кетті. Бөлгіштер саны 2-ден көп болса, ол бізде құрама санға жатады. Келесі 5 өзіне және 1-ге ғана бөлінеді, ол бізде жай сан. 6 бізде
2-ге де бөлінеді, 3-ге де бөлінеді, өзіне және 1-ге бөлінеді. Оның бөлгіштер саны көп, сол үшін ол құрама санға жатады. Құрама санға жатады. Келесі 7 бізде жай сан, өзіне және 1-ге ғана бөлінеді. 8 құрама сан, бөлгіштері көп. 9 бізде өзіне бөлінеді, 1-ге бөлінеді және ол 3-ге бөлінеді. Сол үшін ол құрама санға жатады. Келесі 10 деген сан, ол бізде өзіне бөлінеді және тағы басқа бөлгіштері бар, 1-ге бөлінеді. Сондықтан ол құрама санға жатады. 11-ді тексереміз. 11 өзіне және 1-ге ғана бөлінеді. Ол бізде жай сан. Түсінікті ғой, осылай біз ажырата береміз сандарды. Келесі сандардың бөлінгіштік қасиеттері. 2-ге бөлінгіштік қасиеті. Егер сан жұп сан болатын болса, онда ол 2-ге бөлінеді. Мысалдар келтіріпті, яғни 70, 204, 1056, 908. Соңғы цифрлардың бәрі бізде жұп сандар, яғни олар 2-ге бөлінетін сандар деген сөз. Келесі 3-ге бөлінетін сандарды қарайық. Цифрларының қосындысы 3-ге бөлінетін сан, ол 3-ге бөлінеді дейді. Мысалы 102-ні тексереміз. Цифрларын қоссақ 1, қосу 0, қосу 2. 3 шығады ғой, 3-3-ге бөлінетін сан, онда 102 де 3-ге бөлінеді дейміз. 693 цифрларын қосамыз, 18 шығады. 18 бізде 3-ге бөлінетін сан, онда 693 де 3-ге бөлінеді дейміз. Дәл солай 75, 7-ге 5-ті қосамыз, 12, 12 бізде 3-ге бөлінетін сан, онда 75 де 3-ге бөлінеді. Дәл солай 507-ді тексеріп, 3-ге бөліне ма, бөлінбей ма білеміз. Келесі 4-ге бөлінетін сандар. Соңғы 2 цифры 0 мен аяқталса, немесе соңғы 2 цифры 4-ге бөлінетін сан болса, ол 4-ге бөлінеді. Мысалы, 200 соңғы 2 цифры 0 мен аяқталып тұр, онда ол 4-ге бөлінеді. 312 соңғы 2 цифры 12 4-ге бөлінетін сан, онда ол 4-ге бөлінеді. 624 соңғы 2 цифры 24 4-ге бөлінеді, онда 624-те 4-ге бөлінеді дейміз. 504 соңғы 2 цифры 4-ге бөлінеді, онда 504-те 4-ге бөлінеді. 5-ге бөлінетін сандар, ол бізде 0 мен және 5-ге аяқталатын натурал сандар. 50, 95, 325, 640 деген сияқты. Келесі 6-ға қандай сандар бөлінеді? 6-ға бір уақытта 2-ге де және 3-ге де бөлінетін сандарды айтамыз. Мысалы, 822 2-ге бөлінеді, өйткені ол жұп сан. Және 3-ге бөліне ма тексереміз. Цифрларын қоссақ 12 шығады. 12 бізде 3-ге бөлінетін сан, онда ол сан 3-ге бөлінеді. Яғни біздің 822 деген санымыз 6-ға бөлінетін сан. Келесі 702. 702 бізде жұп сан, 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді, өйткені цифрларын қоссақ 9. Яғни 702 2-ге де 3-ге де бөлініп тұр, сол үшін ол сан 6-ға бөлінеді. Дәл солай 96-ны 54-ті тексереміз, ол сандарда 6-ға бөлінетін сандар. Келесі 9-ға бөлінетін сандар қандай болады? Ол үшін цифрларын қоссақ 9-ға бөлінетін сан шықса болды. Мысалы 918 цифрларын қосатын болсақ бізде 9, 1, 8, 18, 18 9-ға бөлінетін сан, онда 918 де 9-ға бөлінеді дейміз. 207 цифрларын қоссақ 9, 9 9-ға бөлінеді, онда 207 де 9-ға бөлінеді дейміз. Келесі 10-ға бөлінетін сан оңай, соңғы цифры 0 болса болғаны. Келесі 11-ге бөлінетін сандар. Жұп және тағы орындағы цифрларының қосындысының айырмасы 0 болса, немесе 11-ге бөлінетін сан болса, ол сандар 11-ге бөлінеді дейміз. Мысалы, 737 деген сан берілген, тағы орында тұрған сандар бізде бірінші және үшінші орында тұрған сандар 7, 7, екеуін қосамыз. 14 және жұп орында бізде 3 тұр. Осы тағы орындағы сандардың қосындысынан жұп орындағы сандардың қосындысын азайтсақ бізде 11 шығып жатыр. Яғни 11-ді 11-ге бөле аламыз, онда 737-ні де 11-ге бөле аламыз дейміз. Келесі 1364
тақ орында тұрған сандар бізде 1 мен 6, және екінші, төртінші орында, яғни жұп орында тұрған сандар 3 пен 4. Енді тақ орында тұрған сандарды қосатын болсақ, 1 мен 6 бізде 7-ні береді, және 7-ні береді, және жұп орында тұрған 3 пен 4-ті қосатын болсақ, ол да 7-ні береді. Екеуін бір-біріне азайтсақ бізде 0, яғни олардың қосындыларының айырмасы 0-ге тең болса, онда бұл 1364-те 11-ге бөлінеді дейміз. Келесі енді осы тақырыпқа байланысты есептері қарастырайық, мысалдар келтірейік. Бірінші есеп бізде 7, 14, 21, 2107, 2114 деген тізбек берілген. Осы қатардағы тақ сандардың санын тап дейді. 10 таппас бұрын бірінші бұл қатарда барлығы қанша сан бар мына жерде? Соны тауып алайық. 10 табу үшін біз соңғы тұрған саннан, яғни 2114 деген саннан бастапқы санда азайтып тастаймыз 7-ні. Сосын бізде мына сандар қаншаға өсіп жатыр? Қадамы қаншаға тең? Яғни әр сан бізде 7-ге өсіп жатыр, иә? Сол үшін қадамды 7 дейміз, сол қадамға бөліп тастаймыз. Және шыққан санға 1-ді қоссақ, мына қатарда барлығы қанша сан бар екені шығады. Есептесек, 2107 бөлінген 7 қосылған 1. 301, оған 1 қоссақ 302. Яғни мына қатарда барлығы 302 сан бар екен. Енді сол 302 санның бізде қаншасы тақ, қаншасы жұп, соны табуымыз керек. Бізде санымыз 7, яғни тақ саннан басталып, 2114 жұп саннан аяқталып жатыр. Тақтан басталып жұпқа аяқталса, немесе жұптан басталып таққа аяқталатын болса, бұл қатардағы тақ сандар мен жұп сандардың саны тең деген сөз. Яғни жартысы тақ, жартысы жұп деген сөз. Бізде барлығы 302 сан бар еді, оның 2-ге бөліп кететін болсақ, қанша болады? 151. Яғни 151-і жұп, және тағы 151-і тақ деген сөз. Бізге тақ сандар саны сонда 151 деген жауап дұрыс болады. Келесі, екінші есебі. 3, 6, 9, 12, 1014, 1017 деген сияқты тізбек берілген. Осы қатардағы жұп сандардың санын табу керек. Енді қараймыз. Дәл жаңағыдай бұл қатарда қанша сан бар барлығы? Соны тауып алайық. 10 табу үшін соңғы тұрған саннан бірінші тұрған санды азайтып тастаймыз. Және қадамы қаншаға өсіп жатыр? Қараймыз. Біздің есепте 3-ке өсіп жатыр. Сол үшін 3-ке бөлеміз және 1-ді қосамыз. Бұл жерде бізде 1014 бөлінген 3 қосылған 1. 1014-ті 3-ке бөлсек бізде 338, оған 1-ді қоссақ, бұл қатарда 339 сан бар екен. Енді қараймыз, біздің санымыз тақ саннан басталып, 1017 тақ санға аяқталып тұр. Енді бұл жерде 339 2-ге бөлінбейді. Сол үшін мынау 339-шы сан ғой. Бұның алдында тұрған сан 338-ші сан. Осы 338-ші тұрған сан менде жұп сан, иә? Тақтан басталып жұпқа аяқталып тұрса, онда мынау 338 санның, бірден бастап 338-ге дейінгі санның жартысы менде тақ, жартысы жұп деген сөз. 338 2-ге бөлсе менде 169 шығады. Яғни 169 бізде жұп сан бар, тақ сандар бізде 169, и оған тағы бір тақ санды қосып жібереміз, мынау соңғы орында тұрған 339-шы тұрған тақ санды қоссақ, ол 170 тақ сан болады. Бізде бірақ сұрақ жұп санды сұрап тұр. Жұп санды сұраса 169 деген жауап дұрыс болады. Келесі есеп 1, 2, 3 және 18 деген тізбек берілген. Барлығы жұп сандарды және 3-ке бөлінетін сандарды сызып тастау керек. Сонда сызылмаған қанша сан қалғанын анықтау қажет дейді. Енді 1, 2, 3, 4 өсіп кете береді. Бізде 18-ге дейін барлық сандар берілген. Бұл қатарда бізде барлығы 18 сан бар. Өйткені бірден басталып 18-ге дейін.
Енді бұл 18 санның бізде жартысы тақ, жартысы жұп, иә? Сонда біз бұл қатардағы жұп сандарды сызып тастасақ, яғни 9 санды сызып тастаймыз, және сызылмаған бізде қалған 9 тақ сан қалады. Олар бізде 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 және 15 и 17. Енді жаңа сызып тастаған жұп сандардан бөлек бізде 3-ке бөлінетін тағы сандар сызып тастау керек дейді. Ол бізде 3 3-ке бөлінеді, 9 3-ке бөлінеді және 15 3-ке бөлінеді. Осы 3 санды және жұп 9 санды сызып тастағанда бізде қанша сан қалады екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, яғни 6 сан қалды дейміз. Келесі, жұлдызшаның орнына қандай сан қойған кезде 2-ге, 3-ге, 6-ға, 9-ға бөлінетін сан шығады дейді. Яғни осы 4 санға да бөліну керек ол сан. Енді бізге 2-ге бөліну үшін бұл соңында тұрған сан, яғни 640 и мына соңында тұратын сан бізде жұп сан болу керек, 2-ге бөліну үшін. Сонда біз жауаптардан 3 деген жауапты сызып тастаймыз, 7-ні сызып тастаймыз. Келесі, енді 3-ге бөліну үшін олардың цифрларының қосындысы бізде 3-ке бөлінетін сан шығу керек. Мысалы, біз 642 деп алатын болсақ, мысалы, 6 қосу 4 қосылған 2. Бізде ол 12-ге тең. 12 3-ке бөлінеді, онда 642 3-ке бөлінеді. 6-ға бөліне ме? 3-ке бөлініп тұр, и ол 2-ге де бөлініп тұр. Бұл сан 6-ға да бөлінеді. Бірақ 12 9-ға бөлінбейді. Сол үшін 2 бізде жауапқа кірмейді. Келесі, 648-ді тексеріп көрейік. Яғни бұл сан 2-ге бөлінеді, 3-ке бөліне ме тексереміз. 6, 4, 8, 3-еуін қоссақ бізде 18. 18 бізде 3-ке бөлінетін сан, онда ол 3-ке бөлінеді. Және 648 бізде 6-ға да бөлінеді, өйткені біздің бұл 648 деген санымыз 2-ге де 3-ке де бөлініп тұр. Келесі 9-ға бөліне ме? 18 деген сан 9-ға бөлінетін сан, онда 648 бізде жауабы болады. Яғни соңғы жұлдызшаның орнына 8 деген санды қояды екенбіз. Келесі. Тізбектелген 6 жұп санның қосындысы 210 шығады дейді. Олардың соңғы үшеуінің қосындысын тап дейді. Бізде тізбектелген 6 жұп сан болатын болса, бізде жалпы тізбектелген деген ол бірінен кейін бір орналасқан сан дейді. Бұл жерде жұп сан дейді. Енді 6 тізбектелген жұп сан десе, ол бізде былай 2, 4, 6 деген сияқты бірінен кейін бірі 2-ге өсіп жатқан сандар, иә? Жұп сандар. Бірінші, енді ол қандай сандар? Оны табу үшін бетеміз. Бірінші 2 деген санды, мысалы біз x деп алатын болсақ, белгісіз санымыз жұп сан болсын. Келесі жұп сан бізде, екінші жұп сан ол x қосылған 2. Мысалы 4 деген сан табу үшін x-іміз 2 болса, оған 2 қоссақ 4 шығады ғой. Сонда екінші жұп санымыз x қосылған 2 болады. Келесі жұп санымыз x қосылған 2-ге тағы 2 қосамыз. Сонда ол x қосылған 4 болады. Міне үшінші санымыз. Енді төртінші санымыз ол керісінше x қосылған 6. Одан кейінгі жұп санымыз x қосылған 8. Яғни бізде қазір 5 сан болды, иә? Тағы бір сан, 6-шы санымыз ол x қосылған 10. Осы 6 санды қосатын болсақ, 210 шығады дейді. Енді біз x-тің мәні нешеге тең, соны тауып алайық. Бізде x-тар 6, сонда 6x дейміз. Енді санар санаймыз. 2, 4, 6, 8, 10. Бәрін қоссақ қанша шығады бізде? 30 шығады. Сол қосылған 30 тең болады 210-ға. Енді 6x тең болады 210-ның қасына 30 азайту болып барады. Қарама-қарсы таңбамен. Сонда 6x тең болады бізде 180-ге. X табатын болсақ, сәйкесінше 6 көбейту бізде 180-ның қасына бөлу болып барады. Сонда x бізде 30-ға тең. Сонда бізде тізбектелген жұп сандарымыз 30. Келесі x қосылған 2 болса 32, 30-ға 2 қосамыз. Одан кейінгі 34, 36,
38 және соңғы x қосылған 10-ымыз ол 40. Осы сандардың барлығын қоссақ бізде 210 деген сан шығады екен. Бізде сұрақ енді олардың соңғы үшеуінің қосындысын тап дейді. Яғни бізге алғашқы үшеу керек емес, мына соңғы үшеуін қоссақ жауап қанша шығатынын тап деп жатыр. 36-ға 38 қосып оған 40 қоссақ бізде қанша шығады екен? 74-ке 40 қоссақ 114, яғни С жауабы дұрыс. Келесі. Жай сандарды теріп жазыңыз дейді. Жай сан дегеніміз өзіне және бірге ғана бөлінетін сандар еді. 28 бізде жай санға жатпайды. 36 жай санға жатпайды, оның бөлгіштері көп. 70 те жатпайды. 76, 96 ешқайсысы бізде жай санға жатпайды. Бұлардың барлығы құрама сандар. 23 жай сан өзіне ғана бөлінеді және бірге ғана бөлінеді. 120 бізде жай сан емес. 31 жай санға жатады. 185 бізде жай сан емес. 207 жай сан емес. 97 бізде жай санға жатады 97. Сонда жауабы 23, 31, 97. Д жауабы дұрыс дейміз. Келесі. Құрама сандарды теріп жазыңыз дейді. Құрама сандар енді керісінше, оның бөлгіштері көп. 16 бізде құрама санға жатады. 26 құрама санға жатады. 37 жай сан. 65 бізде 13-ке бөлінеді, 5-ке де бөлінеді. Бұл бізде құрама сан. 73 жай сан. 86 құрама сан. 91 құрама сан. 101 жай сан. 127 бізде жай сан. 127 жай сан. Сонда бізде 16, 26, 65, 86 и 91. Е жауабы дұрыс болады екен. Келесі, минус А санына қарама қарсы сан және 3-тің қосындысын әріпті өрнек түрінде жаз дейді. Минус А деген санның қарама қарсы саны ол бізде қарама қарсы саны А-ға тең. Және кері сан деген бар, ол кері сан ол басқаша. Минус А-ның кері саны ол минус 1 бөлінген А. Осымен шатастырмаймыз. Қарама қарсы деген сан, міне, минус А-ның қарама қарсысы А деп айтамыз. Сонда қарама қарсы сан мен 3-тің қосындысын тап дейді. Минус А-ның қарама қарсысы А, оған 3-ті қоссақ, А қосылған 3. С жауабы дұрыс. Келесі. 5 таңбалы сан беріліп тұр. Соңғы саны бізде белгісіз, С деген өрнекпен жазылып тұр екен. Осыны 4-ке қалдықсыз бөлінетіндей етіп, С санының орнына сәйкес сандарды табуымыз қажет. Енді бізде 4-ке бөліну үшін ол санның соңғы тұрған 2 саны, мына жерде тұратын 2 саны бізде 4-ке бөлінетін сан болса болды. Мысалы біз бірінші орынға 14 дейтін болсақ, 4-ті қоятын болсақ, А жауабындағы 14 4-ке бөлінбейді ғой. Сол үшін бұл жауап дұрыс емес. Келесі, мына жерге 0-ді қоятын болсақ, 10 14-ке бөлінбейді, онда мынау да дұрыс емес. Келесі, 2-ні қойып көреміз. С жауабындағы 12. 12 бізде 4-ке бөлінеді, бірақ енді 6-ны тексереміз. 16 да 4-ке бөлінеді. Сонда бізде 2 және 6. С жауабы дұрыс болады. Мына жерге 2 қоятын болсақ, 54212 дейтін болсақ, соңғы 2 цифр 4-ке бөлінетін сан, онда бұл сан, үлкен сан да бізде 4-ке бөлінеді дейміз. Келесі, 54216 дейтін болсақ, соңғы тұрған 2 сан 4-ке бөлінеді, онда бұл 54216-да 4-ке бөлінеді дейміз. Келесі, мынау Д есебі мүлдем болмайды, 1-ді қоя алмаймыз, 11 4-ке бөлінбейді, 18 8-ді қойсақ 4-ке бөлінбейді, мынау жауап бізде бола алмайды. Келесі 25-ке дейінгі жай сандардың қосындысы дейді. Біз 25-ке дейінгі жай сандарды теріп жазып алайық. Бірінші 2, 3, 5 жай сан бізде.
7, 9 емес, 11 жайсан, 13 жайсан, және 17 жайсан, 19, 23. Болды, 25-ке дейінгі жайсандар бізде осылар. Енді мыналардың барлығын қоссақ, бізде қанша шығады? 7, 28, 40. Мына барлық сандарды қоссақ, бізде бұл қосынды 100-ге тең болады екен. Сонда 25-ке дейінгі жайсандардың қосындысы 100 дейміз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.